Қадірлі көрермен, енді спорт жаңалықтарына ойсақ, Рыбакина мен Путинцева үшінші айналымда Мельбурн қаласында теннистен жылдың басты бәсекесі Австралия ашық біріншілік өтіп жатыр. Жаңа ғана қазақстандық спортшылар кортқа шығып, жеңіске жетіп үлгерді. Атап айтқанда әлемнің 7-ші ракеткасы Елена Рыбакина америкалық Ива Йовичті жеңді. Ал әлемдік рейтингте 23-ші тұрған Юлия Путинцева қытайлық Чан Чуайдан басым түсті. Австралия ашық біріншілігінің жалпы қорытындысы 26 қаңтарда белгілі болады. Отандық спортқа қатысты өзге жаңалықтармен әріптесім Аслан Қаженов таныстырсын. Қайырлы таң әріптестер, рахмет. Алдағы минуттарда жалғастырам. Жалпы есепте екінші орындамыз. Италияның Турин қаласында студенттер арасындағы дүниежүзілік доданың алғашқы жарыс күндері артта қалды. Нәтижесінде ұлттық құрама спортшылары 6 медаль жеңіп алды. Оның 4-еуі жоғарыда айтқандай фристайл өкілдеріне тиесілі. Одан бөлек пара шаңғыдан 10 шақырымдық бәсекеде қазақстандық Денис Зинов күміс, Роман Құрбанов қола жүлде иемденді. Сонымен 2 алтын, 3 күміс және 1 қола медальмен жалпы есепте екінші тұрмыз. Топ басында 4 алтын жеңіп алған Франция құрамасы болса, үздік үштікті әзірге Финляндия командасы түйіндейді. Қазақстандық спортшылар көрсеткішті әлі де жақсарта алады. Турин қаласындағы байрақты бәсеке 24 қаңтарға дейін жалғасады. Есбол Сұлтанов ұлттық құраманы жаттықтырады. Бірер жыл бұрын шетелге кетіп, Париж олимпиадасында Тунис құрамасына тарихи алтын алып берген қазақ маманы енді өзіміздің қыз жігіттерді дайындайды. Есбол Сұлтанов ресми түрде ұлттық құраманың бас бапкері болып тағайындалды. Айта кетейік, соңғы кезде отандық таэквондода үлкен өзгерістер болып жатыр. Париж олимпиадасынан кейін ұзақ жылдар бойы тапжылмай отырған басшысы Вячеслав Ким өз еркімен отставкаға кетті. Оның орнына Құдірет Игнатұлы келді. Алғаш рет Қазақстан чемпионатына шетелдік төрешілер шақыртылып, жарыс ашық әрі әділ өтті. Бұған қоса алғаш рет бас бапкерге іріктеу жарияланды. Яғни бұрынғыдай басшы қалаған адамды тағайындаған жоқ, арнайы байқау ұйымдастырылды, оған 8 үміткер қатысты. Араларынан осы Есбол Сұлтановтың кандидатурасы лайықты деп танылды. Енді ол алдағы олимпиадалық циклда, яғни 2028 жылға дейін ұлттық құраманың тізгінін ұстайды. 25 ойын, 25 жеңіліс. Астана баскетбол клубы биылғы маусымда өте сәтсіз өткізіп жатыр. Ресейдің ВТБ лигасында өнер көрсететін қазақстандық команда бұл жолы Қазан қаласының Уникс клубымен кездескен еді. Татарстан астанасында өткен матчта алаң иелері әдегеннен басымдықты өз қолдарына алып, соңына дейін белсенді болды. Қорытынды есеп 104-57. Яғни астаналық клуб 47 ұпай айырмасымен есе жіберіп отыр. Нәтижесінде 25 турдан кейін Астана 1-1 ұпай жинай алмай, турнир тізіміндегі 12 команда арасында ең соңғы сатыға жайғасты. Глеб Плотников баптайтын жігіттер енді келесі кездесуін өз алаңында өткізеді. 21 қаңтар күні Елордада Красноярск қаласының Енисей баскетбол клубын қабылдайды. Барыс қаражатты тиімсіз жұмсап, оны легионерлерге шашып келген. Бұл жөнінде сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі төрағасының бірінші орынбасары Ұлан Сарқұлов мәлімдеді. Оның айтуынша, соңғы 6 жылдың өзінде астаналық клубқа ел қазынасынан 49 миллиард теңге жұмсалды. Бұл қаражаттың басым бөлігі шетелден келген ойыншыларға берілген. Қазір ол хоккейшілер жоқта, яғни қаражаттың тиімсіз жұмсалғанын көріп отырмыз. Әйтпесе осы аралықта түрлі кешендер салуға болатын еді. Бұл дегеніміз қомақты қаражат мақсатсыз жұмсалған дегенді білдіреді, деді Сарқұлов. Агенттік өкілі министрлік пен федерация басшыларына бюджет қаражатына қатысты ұсыныстар берілгенін де алға тартты. Еске сала кетейік, соңғы кезде елордалық клубта біраз өзгерістер болып жатыр. Ұзақ жылдар бойы отырған бас директоры Борис Иванышев отставкаға кетті. Оның орнына Нұрлан Оразбаев тағайындалды, ал бас бапкер қызметіне Ғалым Мәмбеталиев келді. Ол командадағы бірнеше легионермен қош айтысып, мұз айдынға жергілікті ойыншыларды көбірек шығарып жүр.